Şılау atamızdan tarаған üç ұлдың кенжесі Демеулік Шылаулының ұрпақтарымен танысамыз. Демеулік Шылаулы сөзге немесе сөйлемге сұрау, күшейту, шектеу, болжалдық, болымсыздық және нақтылау мәнін бере алатын ұрпақтарымен көріпті. Үлкен ұлы барлық сөйлем соңында келетін әрі жауап күтетін болған. Мысалы, ақыл сабақ оқып келдің бе? Сабақ айтамысың? Екінші ұлы күшпен жігер береді. Мысалы, Елнұр-ау сен оқымасаң болмайды. Әсел-ақ оқып келген екен. Шектей білетін ұлы және бар. Мысалы, Ерасыл тек сен ғана тыңдамай отырсың. Болжамы сөзінен анық тұратын ұлы бесіншісі. Мысалы, Айару бүгін жақсы дайындалып келіптіміз. Ерлік бір айтқанды ұғып аладымыз. Екі түрлі мәнде де сөйлем мағынасын ашатын ерекше ұлы. Мысалы, Аңсар түгіл Хамитта тілді жетік меңгерген. Мейірлан оқымаған тұрмақ жаттап алған. Кенжесі нақты әрі дәл сөйледі. Мысалы, Нұрислам оқып келген ғой.